Қазақ халқының өкілі әдебиетші Дөңтей Молданы Моңғол Халық Республикасының 9-шы үкімет басшысы Гендін Завқын аймағының 7000 отбасы бар қазақ қошуының басшысына тағайындағаны тарихта таңбаланған. Ол 8 жыл мемлекеттік кіші құрыл мүшесіне тағайындалып жұмыстаған. Дөңтейдің кейін ұрпағы жоғарғы білім игеріп, сүйікті отанының гүлденіп дамуына өз үлестерін қосып, ғұмыр кешуде. Ол кісінің ұрпақтарынан 9 ғылым докторы мен профессорлар туып шыққан болса, солардың бірі немере қызы Жәмиляның ұлы Зұлпықар Сарқытұлы. Осыған Алланың маған түсімде берген аты сол Қали Арыстанның қылышының аты екен бұрыннан да өзім білем. Әкем айтып отыратын ғой, біздің әкеміз айтып отыратын. Зұлпықар деген атты маған енді өзіңіз қойыпсыз, беріпсіз. Сонда мына аттың мағынасын жаңа айттыңыз ғой, мына өзі өткір деген мағынада деді. Мына Зұлпықар деген Хазірет Әлидің, Қалидың қылышының аты екен. Қылышының аты. Мына қылыштың да өзінің тағы мағынасы бар. Зұлпықар деген жақсы мен жаманды айыру, дұрыс пен терісті айыру, адалетті болуды белгілеген осындай аты екен. Соған байланысты енді сол кезде сізге осы атты қоюға әрине ол түсіңізге келген шығар. Сіздің қойған маған берген атыңыз да мені ары қаратай сондай адам болып жетелеген шығар деп мен ойлаймын. Ол дүниеде жатқан әкесі де риза қош болып жататын шығар деп ойлаймын. Зұлпықардың әкесі Сарқыт 1948 жылы Байнөлге аймағының Бұлғын сұмында малшы Қожам Сейіттің отбасында дүниеге келеді. Ол жастық шағында әскери міндетін абыроймен өтеп, отан үшін өзінің бар ынта жігерін арнаған. Әскери құрылыс отрядында ұзақ жылдар бойы бөлімше бастығы болып қызмет істеген ол 1990 жылы майор шеніне қол жеткізген. Сарқытұлы Зұлпықар деген азамат. Қарапайым семьяда өскен, әкесі Бұлғынның тумасы, марқұм болды, офицер болды. Шешесі Байнұрдың тумасы, сатушы деген осындай қарапайым адамдар. Зұлпықар бала кезінде кигіз үйде өмір сүріп, көмір шағып, құдықтан су тасып, жалаңаш жалпы оқыған қазақтың қара баласы. Нағашысының үйіне, нағаш атасына барып, қойын жайып, қозысын жайып, тезегін теріп беріп, атасы мен апасына, нағаш атасы мен нағаш апасына осындай көмегін істеп жүрді. Сарқыттың Зұлпықар болды. Бір баға сәметін, тегеді едіне авайжек сән тәнін, бетінершін басын егі, нұтығын осы басы үркітші, ебжесің. Түркия дегенде жерге сабаққа кетті. Осы сабағын жақсы тауысып, 1998 жылы аман есен тауысып келіп. 18 жас тауысқаннан кейін Түркияға барып, жоғары маман иемденді. Жақсы оқыды. Онан жаңағы шетелдегі ең үлкен Ұлыбританияның Кембридждегі мектебінде 3 рет барып оқытушы болды, зерттеуші болды, мұғалім болды. Америкада оқытушы болды. Кореяда, Оңғария деген сияқты көптеген шетелдерде жақсы қызмет атқарды. Балама жылап қалдым да енді. Ұзаққа кетті. Мынау кішкене бала, оның тілін білмейді. Оның жол жосынын білмейді. Қайтып жүрер екен деп. Баламды көп сағынып жүрдім. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, даланың ар гүлін жинадың сен маған, сен берген құстардан қанатын самғаған, бала
далалық құштарын өзіңе арналған әлдилеп аялап өсірген жемісін самал жел саяп 17 жасында ғана Түркия мемлекетіне барып, социолог мамандығын игерген ол. Бітіріп келгеннен кейін Басқару академиясының философия социология кафедрасында оқытушы, қоғамдық басқару кафедрасында аға оқытушы, кафедра меңгерушісі, бағдарлама жетекшісі қызметтерін атқарып тұрып, 2016-дан 2020 жылдар аралығында Басқару академиясының ректор болып жұмыстады. 26 жыл еңбек еткен екен тауысқаннан кейін. Ең негізі жұмыстаған жері Монғолияның Басқару академиясы. Сіздер білесіздер, бұрынғы партия мектебі деп айтатын. Біздің құрметбек атамыздың басқарып тұрған үлкен бастықтар дайындайтын мектебі ғой. Сол мектепте 20 неше жыл мұғалім істеп, 2016-тан 20 жылдары сол Басқару академиясының директоры деген үлкен бастықтап жұмыстады. Біз айтқанда біздің құрметбек атамыздың орындығына отырған азамат осы. Мен де осы жоғарғы партия мектебін тауыстым кезінде Құрекеңнің шәкірті болғам. Сонда бұл мектептің басшысы болу деген екінің бірінің қолынан келетін шаруа емес. Зұлпықар өте білікті азамат. Мен 1998-ден 2020 жылға дейін мемлекеттік басқару академияда мұғалім, аға мұғалім, кафедра меңгерушісі, бағдарлама меңгерушісі, ректор лауазымын атқарғам. 23 жаста осы мемлекеттік басқару академияда мұғалім ретінде алғашқы қадамды бастым. Адам ретінде, ғалым ретінде, мұғалім ретінде даму мақсатыма жетуге осы академия ерекше үлес қосқан осындай жер дегенді әйтелеп отырып айтамын. Мемлекеттік басқару академия ерекше қасиеті осындай оқу орны. Зұлпықар Сарқытұлын білікті ғалым зерттеуші ретінде халық таниды. Басқару академиясының ғылыми кеңесінің пікірі бойынша 2010 жылы кіші профессор, 2017 жылы профессор ғылыми атақ дәрежесіне қол жеткізген ол, өзі жекелей және өзгелермен бірлесе отырып, бір тақырыптағы шығарма, оқулық, анықтамалық, оқыту материалдарынан 18 жазып бастырған. Сондай-ақ 35 ғылыми зерттеу мақаласын жазып, ұлттық және халықаралық журналдарды бастырып, іш пен сырттың ғылыми конференцияларында 14 баяндама қойған. Сонымен қатар үкіметтің іс басқармасы, мемлекеттік қызмет кеңесі, басқару академиясы, мемлекеттік басқа да ұйымдар және халықаралық ұйымдардың тапсырысы бойынша 24 зерттеу жұмысын атқарған. Монғолияның жалпы басшы кадрлерінің тағдырын, оны дайындауды, үйретуді ұстатпайды ғой тізгінін. Бізде енді Құрекең Құрметбек мұғалім қанша жыл істеді, Монғолдың кадрын дайындап, 20-дай жыл барлығын істеді. Оның кейінгі шығып келіп отырған міне Зұлпықар Сарқытұлы азаматымыз. Мемлекеттік басқару академияның ректоры, ұстазы, қоғам және саяси қайраткер Құрекеңнің атындағы осы кабинеттаға келіп отырмыз. Кабинетта мінекей кабинеттің алдында Құрекеңнің өзінің мүсіні қай жылдар жұмыстағанына байланысты мағлұматты көруге оқуға болады. Құрекең осы басқару академияда кезіндегі партияның жоғары мектебінде 36 жыл қызмет еткен осындай ағамыз. Сондықтан біздің академияда екі кісінің атында кабинеті болады. Алғашқысын Құрекең атына осыны әйтелеп отырып ашқан осындай кабинеті. Барлықтарыңызды осыған кірулеріңізді шақырамын. Құрекең партияның жоғары мектебіндегі мұғалімдерге ерекше өсиетінде айтып өткен осындай бір тұлға. Әсіресе енді мемлекеттік қызметкерлерге дәріс беретін, сабақ беретін мұғалім ретінде қалайша өзінің ұстамды болу керектігін үнемі айтып,
кісілерге өз сүйетін жеткізген, кеңесін айтқан, осындай тұлға екендігін бәріміз білеміз. Зүлфикар бол залуу агш байсан, тэнхимээ эрхлэгч байсан, хөлбөрөө эрхлэгч байсан. Тэр үед нь би бол Зүлфикарыг удирдах ажиллаж байсан. Дараа нь бол Зүлфикар одоо захирал болоод намааг удирдах ажилласан. Зөвхөн удирдлаганд байхдаа бол Зүлфикар өөрөө бие дагаад ажиллаа хийдэг. Удирдах ажиллахдаа ер нь удирдлагандаа байгаа хүнээс заавал асуудаг. Зүгээр одоо удирдлагандаа байгаа хүмүүсийн саналыг бол харгалздаг, сонсдог, тэгжээж одоо ажиллаа хийдэг. 2017 жыл Түркия елінің бас байлиысы Моңғол елінде сапарда болған. Сол сапар кезінде біздің мемлекеттік басқару академияға тағы осындай келетін ерекше осындай күн болды. Бас байлидің мемлекеттік басқару академияға өзінің табыс еткен, құрмет ретінде табыс еткен үшіншісі мінекей бүгінгі осы Б корпусымыз. Тэгээ манай хүн чинь бодлоо өнөөдөр улс төрийн одоо бас албан тушаалынхаа хувьд дид цайд гэдэг ч юм бол бас л улс төрийн бас дээгүүр албан тушаал. Тэгсэн ч гэсэн бол бас энд удирдлагын активитейгаа бол бас байнгын холбоотой нэг ёсны сайд болчлоо гэдэг алга болчихдгоо ер нь болж өгвөл зав гарсан үе болгонд л активээр орж ирээл бид нартайгээ одоо бас нөгөө шинжлэх ухаан тийм ээ онлоо ч юм уу эсвэл практика ч юм уу одоо яриад санал бодлоо солилцоол явдаг ийм хүн байгаа юм. İstemem. Zülfikar bilim parasatlı azamat. Bizden jastlar Kazak'tan ziyade kavminin içinde en tandavlı bilim parasatlı tecrübeli jastlardan biri o. Kazak'ın narıqtı kavminin nasay mama negergen ağılsınsa Türkçe жақсы bilet. Moңғолдың үкіметіне танылған осындай азам. Екіншіде Зүлфикар, үшіншіде Зүлфикар. Зүлфикардың жаны да, ары да, қолы да таза азамат. Манай Баян-Өлгий аймагын өлгий күчтэн дэвжэн байгууллагатад тэдний удирдах сөүлийн даргаар нь ажиллаад манай аймагын бөгшүүдийг бол ерөөсөө зөв шиглүүлээд зөв менежмент хийгээд эдний амжилт гаргахад маш их дэм болсон гэж би боддгийн. Манай энэ зөвхөн бол ерөөсөө одоо жинхэнэ мэрэгчсэн улс төрч хүн гэж би боддог. Ер нь бол зүгээр Зүлфикар гэдэг нэрийг нь бол би чинь баг сүүлд бид нар чинь удирдлагын активын захирал болчоод эн чинь ер нь Зүлфикар болж таарж штэ гэдэг юм болсон. Тэгээ Зүлфикарыгаа бол бид нар зүкий гэдэг одоо ингээд авгаалаа сурцсан. Хөв хүний хувьд бол нэг зангаараа өөрчлөгддөггүй тогтвортой тууштай байдаг ийм хүн байгаа юм гэж хэлэхээр байна. Профессор ТТ министр Сарқат бол Зүлфикар деген ағамыз өте маңызды кісі болып отыр. Бұл кісі болған кезде жаңағы өткендегі жаңағы Монголын хөтөлмөр нийгмийн амгалын дээд сайд болған жаңағы алдағы көптеген іс қызметтер атқарған өте оқус жаңағы білім мәдениеті өте жоғары жаңағы көптеген тілді білетін нағыз осы бір біздің болашағымызға жастарға жаңағы өте керекті болған маңызды болған ағаларымыздың бірі деп ойлаймын өзім. Манай өмнө хувьд бол бас нэг юм нь зөвөр бид нар ч гэсэн шигнад ярьдаг их олон хэлтэй гэж ярьдэн штэ. Юу гэхээр баг 5-6 хэлтэй. Юу гэдэлдэггүй гэхээр нэгдүгээр казак хэлтэй, хоёрдугаар монгол хэлтэй, орос хэлтэй, англи хэлтэй. За тэгээд турк хэлэндээ бол ер нь маш сайн одоо турк хэлтэй гэж ярьдаг. Тэгээд олон хэлтэй хүн гэдэг чинь бол бас тэр чинээгээр маш олон талын мэдээллийг авч яадаг учраас өөрөө ч хөгждөг, хөгжсөн юм бусдад ч гэсэн түгээхтэй яг багш хүний тэр мэдлэгээ бусдад хувааж одоо тийм ээ хуваалцаж мэдлэгээ түгээхийн талдаа бол сайн багшаа л гэдэг талаас нь би бол хэлмээр байна тийм ээ. Сондықтан мен Зүлфикарды біздің құрметпен атамыз сияқты атақты қазақтың атын шығаратын осындай азамат болады дегенге сенімім зор. 2020 жылдан кейін жаңағы еңбек
еңбек әлеуметтік тете министрлігі лауазымға барып жақсы жұмыс істегенін білесіздер. Пенсия мәселесін шешу, балалар мәселесі, айлық қосу, жұмыссыздықты азайту деген біткен мәселелердің шешімін дайындап, үкімет жеріне ол орынға жеткізген азамат осы Зүлфіқар. За Зүлфіқар дэд цааттай хөтөлмөр нийгмийн хамгааллын салбар дээр жил гаруй хугацаанд хамтран ажиллаж байна. Бид гэхдээ өмнө нь ер нь бас олон салбарын судалгаа, бичиг цаас, боловсруулах ажил дээр би удирдлагын активд ажиллаж байхад нас хамтран ажиллаж байсан. Тэгээ манай салбар бас их онцлогтой. Энэ дээр бол улс төр харж одоо нийгмийн таалагдана гэж бодлого гаргадаг салбар биш. Урт хугацаанд Монгол улсын хүн амын хөгжөөлд нийгмийн өнөөдөр сегментүүд дээр энэ яг яаж очиж хүрэх вэ гэдэг жинхэнэ яг судалгаатайгаар одоо энэ манай салбарын бодлогоодыг гаргах хэрэгтэй. Тэгээ ийм салбар дээр ийм одоо нарийн судлаач, эрдэмтэн судлаач дэцааттай хамтран ажиллаж байгаадаа маш их баяртай байна. Бәсе солай екен. Солай екен. Анда кісілер маған өздері телефонмен сөйлескен. Өткенде алдым ғана сөйлесті ғой деймін. Мен тиісті жауапты бергем. Еңбек және әлеуметтік саланың тете министрі болғаннан бері осы саладағы шығып жатқан жаңа заңдар, басқадай өзгерістер, осыған өз үлесін қосып, осы заңдағы мысалы кіріп жатқан қандай өзгерістерді өз саласының деңгейінде көптеген жұмыстар атқарды деп ойлаймыз. Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің жауапты шарасы халықтың әр қауымына, әр шараға байланысты шешімде болатын ерекше сондай министрлік екендігін ерекше айтқым келеді. Өткен жылдарда зейнетақы қосу, балалардың құқығын қорғау, мүмкіншілігі шектеулі азаматтардың құқығын қорғау қатысты көптеген тағы жаңа іс-шараны жүзеге асырдық. Әсіресе қарттарымыздың зейнетақысын, пенсиясын дейміз, пенсия қосу мәселесі бізге өте күрделі шара туғызған. Осыны біз табысты атқарды деуге тағы сенімді айта алатын осындай жағдай бар. 2023 жылдың 7 айдың бірінде әлеуметтік қамсыздандыру заң топтамасын мемлекеттік құрылтайдан бекіткен. Осы заңға байланысты 2025 жылдан бастап зейнетақы, пенсия әр жылдың 1 айдың бірінде қосылмақшы. Детсайцыл қарғуа бол, өрен ота үйресі. Бүх ойын хан авиацияда барады, әшілің açılış. Енді хүмүүс өтеді, халымжас хөрлімерді чечевілкіді. Мас сайқын ота санашылы қарғачын, ашылы айтылшы байқат бей, бәрді байна. Осы мен өлгейде тігін жағынан жұмыс істеймін. 2022 жылдан бастап осы өлгейімізді аймағымыздағы хөтілмір халымжен қазірдан көмек алғамын. Сол көмек арқылы жұмысымды жақсартып, осы деңгейге жеттім деп ойлаймын. Бұл хөтілмір халымжен қазірдан мен 5 ай көлемінде жаңағы көмек алдым. Сонымен қатар біз көптеген жаңағы сұрғылттарға қатыстық, және де Талбайда театрда болатын жәрмеңкелерге қатыстық. Сол арқылы біз жаңағы бүтөктік күндерімізді таныстырып, жаңағы кісілер біздің осындай жер бар екен, жұмыстайды екен деген сияқты кісілер жаңағы таңғалып бізден мекенжайымызды сұрап, телефонымызды алып, хабарласып, біздің жаңағы жұмысымыз ары қарай жақсы жүріп жатыр. Осыны көптеген рахметіміз айтамыз. Бұрдан ескі үйді сұрғанбыз, 17-ші келгем осында. Асым Юра деген Маматай деген баласы боламын. Осында 5 жыл толдық сонда, 5 жылдан кейін осы 22 жылы осы салып беріп, бізге осында қатысып көмектесіп қолсын беріп, Тика деген Түркияның фирмасымен жалғасып, сонымен келісім шарт болса осымен сапқа келмеді. Тэгээд урд нь бол 35 наснаас дээш хүмүүсийг дэмждэг байсан бол сайт Зүлфіқар сайтын дэмжлэгээр одоо нөгөө 35-аас доош насны залуучуудыг дэмжиж байгаа болохоор бид нарын төсөлд оролцож чадсандаа баяртай байгаа.
Еңбек әлеуметтік қорғау тете министр болып жұмыстаған сәтінде қоғамның барлық топтарына бағытталған мемлекет саясатын айқындап, халықтың тұрмыс тіршілігі, әлеуметтік кепілдігін жоғарлату мақсатын жүзеге асырумен бірге, халықаралық деңгейде айрықша назар аудартып, қызмет атқарды. Good afternoon. I call to order the 5th meeting of Commission on the status of women at its 67th session. Interdisciplinary Strategic Plan for Gender Equality 2022-2031 is being implemented. Related activities such as creating equal... Мысалы, Біріккен ұлттар ұйымының әйелдер тұрмысы комиссиясының 67-ші мәжілісінің бөлімше жиналысын басқарып, мүмкіндігі шектеулі адамдардың құқы туралы конвенцияның үкіметтің 2-3 есебі мәселесін Біріккен ұлттар ұйымы мәжілісінде талқылап қорғады. Сондай-ақ халықаралық еңбек кіші конференциясы мінберінде Моңғолия үкіметінің саясаты ұстанымын айқындап, еңбек адамының өмірі мен денсаулығын қорғау, өндірістегі қауіп-қатерді азайту мақсатында Америка Құрама Штаттарының еңбек министрлігімен ынтымақтастық шартын құрғаны тәрізді тарихи оқиғаларды осы орайда айта кету ләзім. Зұлпығар Сарқытұлын жоғарғы білімді ғалым басқарушы ретінде халық жақсы танығанмен, оның сарабдалы саясаткер екендігін әрбір адам біле бермеуі мүмкін. Зұлпығар Сарқытұлы 2009 жылдан қазірге дейін Моңғол Халық партиясының даму стратегиясын әзірлейтін топты 2 рет басқарған. 4 рет мемлекеттік ұлғырлы сайлауының, 3 рет президент сайлауының, 4 рет еліміз астанасы азаматтар өкілдері құрылы сайлауының, 1 рет Байын-Өлгей аймағы азаматтар өкілдері құрылы сайлауының бағдарламасын әзірлейтін топ құрамында жұмыстады. Ол саяси партия, өкімет қызметіне 15 жыл бойы жетекші ретінде қатысқан, саяси жоғарғы білімді, тәжірибелі маман, сарабдал саясаткер. Сондай-ақ 2018-ден 2020 жылдары Моңғолияның болашақтағы 30 жылдық саясат мақсатын айқындаған, болашаққа бағдар 2050-ді әзірлеуге жетекші ретінде қатысып, әкімшілік жұмысының кіші бөлігін басқарып жұмыстаған. Әрине күнделікті жұмысымыз өте қарбалас болып жатады. Сонда да мүмкін мәртебе баланы сабақтан алу, мектебіне барып мұғалімдерге кездесу, сабақ жайында тағы баламыз қандай оқып жатқанына байланысты мағлұмат алуда біз әке мен ананың, ата мен ананың міндеті деп ойлаймыз. Балаларымыздың жақсы оқуы бір жағынан өздерінің келешегі, екіншіден мемлекетіміздің келешегі деп ойлаймыз. Осындай. Әнуке, жақсы оқисың, е? Мықты баласың, өте жақсы баласың. Сол мектептен біз әрине баламызды мектептен алғаннан кейін осы мектептің маңайында жақында біздің енді күйеу баламыздың үйі осы маңайда болады. Арада тағы ол кісілерге барып кездесіп тұрамыз, қарындасқа кездесеміз. Мен балам ана біздің күйеу баланың баладармен тағы күнделікті ойнайды, олармен тағы сабағын жаттайды бірге. Осындай тағы күнделікті келіп тұратын жеріміздің біреуі осы жер. Амина. Балалар, қалайсыңдар балалар? Қалайсыңдар? Не бар? Қандайсыңдар? Әше. Әше қалайсың? Мықтысың ба? Сен не істеп жатсың? Кешің бар ма?
Жақсы екен. Не деген жаман бала. Ой, әне. Ой, Қафар қалайсың? Ой, Чако қалайсың? Мықтысың ба? Ой, не деген мықты боласың біз. Чако сабақ қалай, жақсы ма? Жақсы. Жай. Баскетбол ойнап жатсың ба? Ойнайын. Жақсы ойнап жатсың ба? Жақсы. Дұрыс, өте дұрыс. Біз Моңғол болсын, қазақ болсын, көшпенді халық. Туыс туғанға, ағайындарға ерекше назар аударамыз. Оларға ерекше мән береміз. Әрине, осының аржағында тағы ерекше себеп бар. Мергенде адамның қандай бір жағдайда айланып кеп өзін табатын жері отбасы және ағайын туған туысы. Сондықтан мен мүмкін мәртебе уақыт болған кезде ағайын туған туыстармен кездесу, бала-шағаға назар аудару, отбасыға назар аударуға ерекше мән берем. Мінекей бүгін біз өзімнің күйеу баламның Еркеннің үйінде бірге болып жатырмыз. Бірге болған себебіміз неге дегенде бүгінгі күннің шаршауын шығарту, онымен қатар әрине бір-бірімізбен кеңесіп, бір-бірімізбен ақылдасып, бір-бірімізге ерекше сондай назар аудару, нәр беру, осындай мағыналы бір кездесулер болып жатады. Осында келген кезде шаршап шығып кетеді. Көбінде балалармен кездескенде, балалармен кеңескенде. Сондықтан менде сол қанша жұмыс көп болса да, іс-шарамыз өте қарбалас болып жатса да, мүмкін мәртебе осы ағайын туған туыстарға, бауырдарға, оның балаларына келіп кездесіп тұрамыз. Біз де қуанып жатырмыз. Өткен енді 2020-дан 23 жылға дейін екеуміз 3 жыл бірге бір енді мақсатта болдық. Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінде бірге іс-шарада болдық. Менің һәм көмекшім, менің һәм кеңесшім болдым. Мен де сол қуаныштымын. Неге дегенде екеуміздің іс-шара атқарған кезде көптеген енді тағы үлкен жоспардар болды. Сол жоспардарды мақсатты енді табысты атқардық. Рахмет, енді бүгінгі енді жұмыстан жаңа келіп отырмыз. Сонда енді сіздің күмбірлеген енді домбыраның әуенін бірге естейік. Әсіресе енді кешкі уақытта болсын, таңертең уақытта болсын, күндізгі уақытта болсын, домбыраның әуені ерекше әсер бізге енді береді. Жұмысымызға да, табысты болуына да, әрине басқа да енді көңілді жүруімізге. Кейбір кезде әрине ол шаршаған кезде шаршауды енді шығаруға. Осындай енді ерекше бір енді домбыраның күйін, домбырадан күй есту бізге тағы нәсіп болып отыр екен. Енді бұйырыңыз. Жарайды.
рахмет, рахмет. Абай өнеріңіз үстем болсын. Мақсатыңыз осыдан былай да жоғарыдан болсын. Халқымыздың қалаулы мықты азаматтардың біреуі болыңыз. Әрқашан сізбен тағы біз мақтанамыз. Сізбен де мақтанамыз, сізге де көп рахмет. Ары қарай талай белестерді артына шығып, талай белесті сәтті атқарады деген, жұмыстарды сәтті атқарады деген, халықтың қалаулы мақтаныш болған біздің аттастар ағаларымыздың бірі болады деген кәміл сенем. Сіздің ары қарайғы жұмысыңыз және семьяңызға барлық жақсылықты тілеймін. Рахмет. 21 ғасырдың біздің Моңғолияның қазақ азаматтары, қазақ жастары әсіресе енді сіздер hem білімді, білікті, hem әділетті, hem тәрбиелі, жауапкершілік деген жоғар. Онымен қатар енді өнердері де осындай сіз секілді болсын деген тілек білдірем. Осындай болады дегенде де сенімдімін. Рахмет сізге. Рахмет сізге.